Сәлем баршаңызға, сіздермен Ұлжалғас көктемдік көңіл-күй сыйлап отыратын капуста салатын жасаймыз. Өте жеңіл және өте дәмді, барлықтарының көңілінен шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең әуелі бізге осындай 40 қабат, яғни капуста қажет. Менде жарты кішкентайының өзінің жартысын алдым. Себебі мен бір тарелкаге мөлшерлеп жасап жатырмын. Осылай соломка етіп, барынша майда етіп турайсыздар. Барлық капустаны осылай соломка майда етіп турап болғаннан кейін кішкене тұзды шым-шым тұз салып, осылай өлтіріп аламыз. Яғни 2-3 минут осылай араластырып қысып шығасыздар. Одан кейін мендегі бір қиярды 4-ке бөліп, осылай қатты майда етіп турамайсыздар. Средний осылай соломка етіп турайсыздар. Қиярды салдым. Сосын шұжық, менде 100 грамм, бір тарелкаге 100 грамм кетеді. Шұжықты да осылай майда соломка етіп турадым. Сосын укроп пен петрушка, қалауларыңызға қарап қоспасаңыздар да болады. Сосын осындай консерватағы жүгеріден үлкен толтырып 3 қасық жүгері және 3 қасық майонезді салып, жақсылап басы біріккенше жақсылап араластырамыз. Өте дәмді, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Барлығын көңілінен шығатын жеңіл салаттардың бірі. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.